Армысыздар, құрметті көрермендер. Эфирде жетістік формуласы бенефис шоуы. Әдеттегідей Сарыарқа телеарнасында Қарағандының белсенді оқушылары ерекше қонақпен кездеседі. Бүгінгі кешіміздің мейманы сан қырлы. Ол психология ғылымдарының тереңіне сүңгіп PhD доктор атанған. 100-ден астам самаурынның иесі. Бұл ән бұрынғы әннен өзгерек дегендей, ерекше стилімен, әуезді үнімен қазақ эстрадасына енген әнші. Бүгінгі қонағымыз кім екенін келесі бейнебаяннан білетін боламыз. Экранға назар аударыңыздар. Әнші, тележүргізуші, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, музыкалық педагог, философия бойынша PhD докторы Жанқұл Тамара Асар Қалниязқызы. Шығармашылық жолы қиын әрі қызық өрілген тұлға. Ол бала кезінен ән мен биге әуес болады. Қаршадай қыздың бойынан өнерге деген қызығушылықты байқаған ата-анасы оны дарынды балаларға арналған мектепке оқуға береді. Онда жүріп бала Тамара биді бір жолата қойып, музыкаға бет бұрады. Мектепті бітіргеннен кейін педагогикалық университеттің музыкалық білім беру факультетіне оқуға түседі. 1997 жылдан бастап Тамара Ақжауын, Айгүл, Ұлар, Гүлдер ансамбльдерінің құрамында ән шырқай бастайды. Тамараның диапазоны кең, ашық үні тыңдарман жүрегінен орын табады. Бірақ өнері өрге жүзе бастаған кезінде жас бойжеткен тағдыр тәлкегіне тап болады. Демалыстардың бірінде ол туған қаласы Ақтауға бара жатқан жолда ауыр көлік апатына ұшырап, 22 жасында бір аяғынан айырылады. Әншінің әкесі Қалнияз дәрігерлермен бірге қызын емдеуге бар күш-жігерін жұмсайды. 5 жылдан кейін қанатын қатайтқан әнші сахнаға оралады. 2 жұлдыз байқауы әншінің жұлдызын қайта жағып, содан бері ән көгінде Тамара шырқаған әндер қалықтап келеді. Сахнада тұрғаныңда дуылдап халықтың қол соққаны өзіңнің бір кездерде өзіңмен өзің тыныштықта жалғызсырап қалған кезіңдің орнын толтырады. Дуылдап қол соғып қалғыз деп алдыңнан әніңді тыңдап, одан артық әншіге бақыт жоқ. Бүгінде өнер иесі тек Қазақстанда ғана емес, Европа мен Азия мемлекеттерінің де үлкен сахналарында өнер көрсетіп жүр. Сонымен біздің қонағымыз Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, құрмет орденінің иегері, PhD докторы, Серпер жастар сыйлығының лауреаты, қазақтың батыр, қайсар, талантты әншісі Тамара Асар. Қонағымызды қошеметпен қарсы алайық. Тамара ханым, сәлематсыз ба? Студиямызға қош келдіңіз. Біз барлығымыз сіздің шығармашылығыңыз туралы әңгіме бастауды асыға күтудеміз. Бірақ алдымен біздің бенефис шоудың шарттарымен таныстырайын сізді. Студияға келген әр көрермен сізге сұрақ қоя алады. Сіз кез келген 3 сұрақтан бас тартуыңызға мүмкін. Егер ол сұрақты тым жеке немесе дұрыс емес деп есептесеңіз. Ал бағдарламаның соңында сіз өзіңізге ұнаған бір сұрақты таңдап, өз атыңыздан сол сұрақ авторына сыйлық беретін боласыз. Ал енді Тамара ханым, өзіңіз туралы қысқа ақпаратты айтып берсеңіз. Армысыздар, құрметті көрермендер. Шын жүрегіммен бүгінгі Сарыарқа телерадио корпорациясына келіп, жетістік формуласы бағдарламасына қатысқаныма қуаныштымын. Баршаңызға жақсылық тілеймін. Мен енді өзім жайында айтсам, мен қарапайым қазақтың әншісімін. Бірақ тек қана әншілікті ән мен сөзін әуенін ғана үйренбей, мен оны біліммен шыңдап жүрген қазақтың қыздарының бірімін. Өмірлік ұстанымым, не білсең де біліммен терең қаза біл деген өзімнің ұстанымым бар. Сондықтан сұрақты сіздерден күтемін, мархабат. Көп рахмет. Ал балалар, сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар болады. Тамара ханым, қош келдіңіз. Мен сізге сұрағым, сіз эстрадалық студияға ата-анаңызға айтпай түскен болатынсыз.
сол ата анаңызға айтпаудың себебі неде айта кетсеңіз? Өте керемет сұрақ. Эстрада колледжі қазір Елебеков атындағы, ол кезде эстрадалық студия болатын. Менің әкем де шешем де менің музыка пәнінің мұғалімі болғанымды қалады. Артист деген мамандықтан көбі қорқынышпен қарады. Сондықтан мен осы ата-анама айтпай, эстрадалық студияға да және педагогикалық университетке де қатарынан түстім. Сол жылдары біздерде сондай мүмкіндік болды. Екеуіне қатарынан түстім. Айтпау себебім артист болуыма қарсы болғандықтан ренжіткім келген жоқ. Рахмет. Сіз әнші бола тұра неге психология мамандығын таңдадыңыз және неге оқыдыңыз? Жалпы өмірді, адамды барлық мамандықтан бөлуге болады. Бөлуге болмайды. Себебі адам өмірге келгеннен кейін міндетті түрде қоректенеді. Ол кәдімгі тамақпен де қоректенуі мүмкін, рухпен де қоректенуі мүмкін. Сондықтан адамның азығы жай ғана тағам, нан, күнделікті ішетін ас емес, оның екінші азығы бар, рух деген азық. Рух деген азық күнделікті азықтан биігірек тұрады. Егер сіздің рухыңыз төмен болса, сіздің көңіл күйіңіз де төмен болады. Көңіл күйіңіз төмен болса, сіздің өмірге деген зауқыңыз болмайды. Сондықтан өмірдегі зауқыны жоғарырақ ұстау үшін, өмірге деген құштарлықты күшейту үшін мен психологияны таңдадым. Көнелей жауған жаңбырда сенімді қолшатыр болған достарыңыз бар ма? Әдемі сұрақ. Қазір менің досым өте көп. Бала күнімде достарым өте көп болды. Бірақ қатты қиын болған кезде мен олардың ешқайсысын кінәламаймын, бірақ қасымнан көп адамды таба алмай қалдым. Әсіресе бала кезде адам өзін досқа байлаулы қылып ұстайды екен. Жас кезде, студент кезде доссыз өмір сүре алмайтын сияқты болып. Негізгі адамның ең берік шыншыл досы өзі. Өзіне өзі сенімді адам қатты көпшілікті досты іздемейді. Қазір өте көп достарым. Дос деген өзіңнің төселіп сөйлесе алатын адамы. Сондықтан менің достарым көп, Құдайға шүкір. Рахмет. Ренжімеші атты өлеңнің шығуы жайлы айтып беріңізші. Және сіз шабытты қайдан аласыз? Ренжімеші деген әнді осы жердегі кішкентайлардың құлағына кіре берсін. Ренжімеші деген әнді мен 18 жасымда үйрендім. Студент кезімде бала махаббат дейді. Бір мені жақсы көрген баланың маған жасаған сыйлығы, ол гитарамен осы әнді айтып беріп, маған үйреткені. Содан үйреніп алдым. Ол өмірлік өзімнің өнердегі репертуарым айналды. Қуаныштымын. Шындығында да өмір ренжіту мен жұбатудан тұрады. Ренжіткен адам жұбата білсін деген оймен бұл әнді мен әлде орындайтын шығарым. Өміріңіздің қиын сәттерінде өзіңізді қалай жігерлендіресіз? Өмірдің қиын сәттерін қиын деп біріншіден қабылдамау керек деп ойлаймын. Мүлдем енді жаныңа батып, саусағыңды қанатып алып, не істеймін деп қиналасың ғой. Ол кезде өйтіп орап тастап, мен қазір мамам келеді, кешке оған тамақ пісіремін деп ойлануға да болады. Жігерлену деген сенің айналаңдағы жақсы көретін адамдардың санын білсең, жігерленесің. Себебі егер сен мұңайсаң, олар да мұңаятынын түсінесің. Егер сен жыласаң, олар да жылайтынын түсінесің. Сондықтан солардың жақсы көруінен мен жігер алам. Мен мамам жақсы көреді, папам жақсы көреді, ағам жақсы көреді, тағы да достарым бәрі мені күтіп тұр деп қиналған кезде, жоқ, мен солар үшін құламауым керек, солар үшін жыламауым керек деп жақсы көретін адамдарының санын білу керек. Солар үшін тұру керек адам. Сізде самаурыннан басқа тағы қандай хоббиларыңыз бар? Қуыршақ жинаймын. Қуыршақ жинаймын. Әр елден, әлемнің түкпір-түкпірінен алып келген қуыршақтарым бар. Және белгілі бір санға жеткен кезде оны таратамын. Мысалы, 2009 жылы мен өзімнің жинаған 1000 қуыршағымды тараттым. 1000-нан асатын. Және оларды жеке жинамайын, өзінің жұбымен жинаймын. Қыз бала солай жинаймын. Әр ұлттың қазір менде жиналып тұр. Жақсы көрем. Қуыршақты жақсы көрем. Бірақ кейінгі кезде қуыршақты үйге жинауға болмайды деген қағида естігеннен кейін біз енді адам болғасын сенеміз. Сондықтан мен оларды офиске жинаймын.
офисте өздерінің сөресі бар, сол сөреде әдемі болып тұрады. Сосын оларға ат қоямын. Олардың өздерінің кейде бір жұптары болмай қалса, мысалы мен әлі біреуінде жұп жоқ, Наполеон бар, Жозефина жоқ. Оның қасына мен қазір Корей халқының королевасын қойып қойдым, пока екеуі бірге тұр. Әзірге екеуі королева мен Корей халқының ханшайымы мен Наполеон екеуі үйленген жоқ та, бірақ бірге қол ұстасып тұр. Рахмет. Ал Наполеон тез уақытта өзінің жұбын табады деген ниеттеміз. Сізге қояр сұрағым, сіздің ең алғашқы айтқан өлеңіңіз. Мысалы, менің ең алғашқы өлеңім Үкілі кәмшат. Мамамның айтуы бойынша 2 жасымда айтыппын. Ал сіздікі? Менің бала күнімдегі айтқан бірінші әнім жазда апамның ауылына барып едім қыдырып, бір қошақан алдымнан шықты ойнап жүгіріп деген әнді мен бірінші рет балалар бағдарламасында, осындай облыстық балалар бағдарламасында орындағанмын. 3 жасымда. Үстімдегі көйлекті де білемін. Осындай телевидениелердің іші өте суық болады ғой, жарықтар көп болғандықтан. Сондықтан суық тиіп қалады деп, мамам жібек көйлектің ішінен қалың жемпір кигізіп жіберген. Сөйтіп те ән айтып келгем. 3 жасымда алғашқы айтқан әнім осы. Қазақ әншілерінің ішінен қай әншінің ән айту стилі жақсы деп ойлайсыз? Қазір қазақ әншілері өте қарқынды дамып келе жатыр. Мен Димашты тыңдаймын. Бұл әлемдік біздің жұлдызымыз. Димашты өте қатты тыңдаймын. Сосын өзімнің қатарымнан дейіп айтайын енді. Сіздердің ағаларыңыз болып келеді. Жүрекпен айтатын әнші бұл Мейрамбек. Сосын қазір жаңадан шығып келе жатырған, әлі Қазақстан оны танымайды. Біздің продюсеріміз Жан Мұхановтың жаңа жобасы Қали деген жас жігіт шығып келе жатыр, жас бала, 17-18-дегі. Енді оның әнін мен бір күн бойы тыңдай аламын. Ол қай тілде ән айтса да, тілді түсінбесем де, мен оның әніне кәдімгідей құлайым дейді ғой. Солай, оның даусында бір дауысы тірі. Мынау адамның жүрекпен айтқан кезде адам бөлек, әннің өзінің жаны бар сияқты елес болады. Естіген кезде бірден құлағыңа үйіріледі. Сосын әрбір сөзі түсінікті. Қай тілде сөйлесе де, қай тілде ән айтса да, көп әншілердің дауысы, диапазоны кең, тембрі әдемі, бояуы енді табиғат берген бай болады да, бірақ сөзі түсініксіз болады. Армансыз адам қанатсыз құсқа тең. Ал сіздің арманыңыз қандай? Менің армандарым біраз пайыз орындалды. Бала күнімнен армандағандарымның. Қазір енді мақсаттарым, арманнан гөрі мақсаттарым көп. Ең басты арманым бар, мен бала тәрбиелесем деп ойлаймын. Сол бұйырса, жақсы ұстаз болсам, жақсы ана болсам, балаға жақсы тәрбие берсем деймін. Бұл менің арманым. Тамара ханым, менің де бір сұрағым болып тұр. Өзіңіз үшін бір ерекше есіңізде қалған концерт туралы айтып берсеңіз. Қашан болды, қай жерде, неше жасыңызда болды? Рахмет, мен енді концерттерімнің әрқайсысы өзінше ерекше. Қазір мына жерде бір концерт жайында айтсам, ертеңге дейін бағдарлама созылады. Сондықтан әр концертте өзінің қиындығы да бар, өзінің қуанышы да бар. Құбылыс концерт деген, оны жеткізу мүмкін емес. Енді қысқаша айтсам, менің алғашқы концертім 2006 жылы Алматы қаласында болды. Бұл мен үшін бұл концерт ерекше концерт болды, себебі бұл ән бұрынғы әннен өзгерек деп атадым. Шындығында да бұл ән дегенім, бұл енді қазақ концерттері басқа бұрынғы концерттерден өзгерек болады деген ой болды. Мен қазақтық концертті, қазақ эстрадасындағы, қазақ даласындағы концерттердің форматын өзгерткім келді. Сол кезде қойған сценариym, жасаған жұмысым ауқымды концерт қой. 3000 адам жиналатын концертті 3 адам жасадық. Не бір қызықтар болды. Сол күні біз сахнаға Ақбозатты алып шықтық. Ол Ақбозатпен шығатынымызды көп ешкім білмейді. Оны жасырып қойдық.
есіктің алдына, оны сарайға кіргізбейді, жаңағы концерт болатын жерге. Оны күтушісін алып келдік. Не бір қызыққа түстік. Бәрі қиын болды. Қазір қарасаңыз, ол кәдімгідей бір бөлек кітап сияқты, өте қызық. Тамара ханым, енді мен өзіңізден қонақ кәде ретінде бір ән сұрайын деп отырмын. Дұрыс ән айту керек, міндетті түрде айту керек, бірақ енді бүгінгі кеш жетістік формуласы деген менің кешім емес, осы оқушылардың кеші. Сондықтан мен байқауымша бұл жерде өнерге жақын балғындар отыр. Мен біреуін таңдайын. Ренжімеші, ренжімеші, маған қарап күлімдеші. Қабақ түйіп төмен қарап, көңіліңді түсірмеші, көрейінші жанарыңнан, ай сәулесі жарқыраған, көңіліңді жұбатайын, жақындашы жаным маған. Гүлдей жайнап тұраттығын, көздеріңді көр алмадым. Күлмедің сен, көнбедің сен, неге екенін біл алмадым. Ренжімеші, ренжімеші, маған қарап күлімдеші, қабақ түйіп төмен қарап, көңіліңді түсірмеші. Рахмет. Менің ойымша, сіз өте қарапайым адамсыз. Сіз өнер жолына келгенде өзіңіздің танымал атанғаныңызды біле бастағанда, қарапайымдылығыңызды жоғалтпау үшін өзіңізді қалай тоқтата білдіңіз? Күшті сұрақ. Қандай терең сұрақ мынау. Өзіңізді қалай тоқтата білдіңіз дейді. Білмеймін, мен ойламаппын ол. Мен атақты жұлдыз болып кетіп баратырмын, ұшып баратырмын деп ойламаған шығармын. Мен кәдімгідей, себебі қарапайым адамда тамақ жейді, жұлдызда тамақ жейді ғой. Егер жұлдыз болғанда тамақ жемей қалсаң, онда сөйтіп ойлауың мүмкін шығар. Мен кәдім кешке қарай үйге келем, шай қайнатам, үйдің кірін жуам, жұмыс істейтін болғасын ұмытып кеткен шығармын жұлдыз екенімді. Тоқтатқан жоқпын, өзімді сол қалай бар солай қабылдадым. Ал енді осы бағдарламаның аяғына қарсы, осы көбінесе осы жерде жиналған балалар, музыканттар, әншілер, соларға батаңызды беріп кетсеңіз, осы сізден өтінішім бар еді осындай. Ой, рахмет. Енді алақан жайып бата беріп көрген жоқпын да, бірақ міндетті түрде тілегімді айтайын. Бағанадан бері айтқан әңгімелерімнің барлығын бойларыңызға керек болса тоқып алуларыңызды сұраймын. Әншілікте де, қай мамандықта да табандылық керек, күте білу керек, зерек болу керек. Тек қана менің даусым күшті, түрім әдемі деген қағидадан аулақ болыңыздар. Барлығыңызға жақсылық тілеймін. Таңдап алған әндеріңіз, таңдап алған мамандықтарыңыздың жақсы маманы болуға тілектеспін. Тек қана адам дауыспен емес, түр сымбатпен, сауатпен, тапқырлықпен, өзін-өзі табумен халықтың жүрегінде сақталады. Бар жақсылық тілеймін сіздерге. Үлкен рахмет. Тамара ханым, енді сіз өзіңізге ұнаған сұрақты таңдап, сұрақ авторына өзіңіз дайындаған сыйлығыңызды табыстасаңыз болады. Маған барлық сұрақ ұнады. Барлығы белсенді отырды. Маған өте қатты ұнады. Рахмет, өте зерек, өте зерделі оқушылар жиналған. Бәріне табыс тілеймін. Өздерінің таңдап алған бағыттарынан таймасын дегім келеді. Маған қатты ұнаған сұрақ Әйгерімнің сұрағы ұнады. Самаурын болғанда, бұның ішінде сен өзіңнің әшекейлерін саласың. Мынаны мен мына жігітке берем. Абылай, үлкен рахмет. Өте белсенді қатысып отырдың. Әр әңгімені түсініп отырдым деп ойлаймын. Менің аудио таспам. Тамара ханым, сізге бүгінгі өте керемет сұхбат және ашық жауаптар үшін алғыс білдіремін. Отбасыңызға аманшылық және шығармашылық табыс тілеймін. Ұйымдастырушылардың атынан атап айтқанда Қарағанды облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының, Абай атындағы Қарағанды облыстық балалар кітапханасының атынан сізге осындай естелік мүсінші сыйлағым келеді. Бұл жетістік формуласы мүсіншесі, бұл танымалдылық символы деп білеміз және өшпес байлық кітап дейміз ғой. Абайдың қара сөздері кітаптары және Қазақстан қызғалдақтары кітаптары.
Ой, рахмет. Құлақтан кіріп бойдалар, әсем әммен тәтті күй. Көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең, менше сүй. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.